Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында бургер дайындайтын боламыз. Бургердің нанының қалай жасалу керектігі менің каналымда бар. Төменде сілтеме қалдыратын боламын. Міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен фаршымызға тұзымызды, қарабұршымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді котлеттеріміз дайындаймыз. Қолымызға керекті көлемде фаршымызды алып, дөңгелек етіп жасаймыз. Мен қолмен жайдым, және де көлемін үлкен қыла берген дұрыс, өйткені котлетті қуырған кезде ол кішірейіп қалады. Және де дайын болған котлеттерімізді мұздатқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Енді бургердің соусын дайындайтын боламыз. Бургердің соусын дайындау үшін ыдысымызға кетчуп пен майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала табамызға май құйып, қыздырып аламыз майымызды, және де үстіне котлеттерімізді салып, екі жағын қызарғанша қуырып алатын боламыз. Табамызға кішкене сары май саламыз. Бұнда біз бургердің нанын салып, қыздырып алуымыз керек. Сол кезде біздің бургеріміз өте дәмдірек болып шығатын болады. Міне біздің бургеріміздің наны дайын, көп уақыт ұстамаймыз. Бір 15-20 секундтай ғана ұстаймыз. Өте қатты күйіп кетпеу керек. Ендігі кезек бургерімізді жинайтын боламыз. Бургеріміздің нанына соусымызды жақсылап жағып аламыз. Кейін үстіне оның салатный листімізді саламыз. Үстіне котлетімізді, сырымызды қосамыз. Менде сыр кәдімгі пиццаның сыры, және де үстіне помидорымызды саламыз. Үстіне пияз қоссаңыздар да болады. Кейінгі бургердің үстіңгі нанына да соусымызды жағып, үстіне қоятын боламыз. Өте дәмді болып шығады, өте тойымды, ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Үй жағдайында жасалынған бургеріміз дайын, өте дәмді болып шығады, әрі тойымды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Оразгүл.